Достар, енді біздер жоқ подкатегорияны қалай қостырамыз? Жоқ подкатегорияны. Оны мысалға мынандай примермен қарап өтіп кетеміз. Товар қосып жатырмыз, например, создать новый товарға кіреміз. Қандай товарды қоспақшымыз? Например, мен мынандай ағаш фонды қосқым келіп тұр. Мынандай ағаш фонды қосқым келіп тұр. Өзім жасайтын ағаш фон, міне. Категориясы фон. Енді соны қоспақшымын. Например, келатырмын мына жерде, іздеп атырмын өзім категориямы. ТВ, аудио, видеоға кірдім, кейін фото и видео камераға кірдім, аштым, келатырмын, көрінбейді, что-то фоновый система дейді, фото дейді. Шоу морені басып ашамыз мынандай. Ашсақ, мына жерде фотофоны бар екен. Бұл категория, достар. Мынау категория. Подкатегория емес, қазір подкатегорияны көрсетем енді. Мынау категория. Енді категорияға кіреміз, бар екен деп, далені басамыз, мыналарды толтырамыз, например. Жалпы пример ретінде көрсетіп жатырмын сіздерге. Артикулды толтырамыз. Мына жерде ағылшынша болу керек. Міне. Толтырдық келатырмыз. Категориясы міне белгілі. Енді название товарды да жаздық. YouTube сілтеме болса тастадық. Мына жерде брендтің атын жазамыз. Осы жерге. Енді біздер фотоға ма, видеоға ма дейді, фотосъемкаға дейміз, материалыны таңдаймыз. Біздердікі чисто ағаштан жасалған, мына жерде енді материал деп тұр. Ткан бар, винил бар, полистер бар, бумага бар, синтетический волокно бар, пластик бар екен да, бірақ ағаш жоқ мына жерде, доска деген жоқ. Енді біздер оны қалай қостырамыз, достар? Таппадық. Егер біздер тканға қойсақ, или мыналарға қойсақ, өзі мына таңдайтын жеріміз, материалымыз обязательный да тұр, қызыл звездочка болып тұр. Обязательно таңдауымыз керек бір нәрсе. Қате болады мыналарды таңдасақ. Клиентке дұрыс емес болады, көрініп тұрған. Сондықтан жоқ категорияны мына жерге кіреміз, достар. Чатты ашамыз мына жерден. Чатты ашамыз. Чатта іздейміз мына жерден. Категорияға байланысты. Настройка магазин бекен. Настройка магазинға кіреміз. Міне. Сол жерден іздейміз біздерге қатысты категория деген названияны. Добавить телефон номер дейді. Добавить позовитер. Жоқ екен. Міне, категория и тариф дегенді бір бассақ, міне, не нашел категория в списке дегенді басамыз, или новый добавить категорияны басамыз. Новый добавить категория. Мынаған өтеміз. Міне. Жалпы, мына жерде міне. Добавить новый категория деген бар. Осыны басамыз. Енді бұл жерде подкатегория деген несі жоқ. Енді біздердің мынаны таңдаймыз. Қайсысы категория бойынша сұрақтар. Мысалға, үлкен категориясы бар, самый главный категориясы. ТВ, аудио, видео. Ең бірінші келетін категория. Соны таңдап қоямыз мына жерге. Міне. Таңдадық, топ категория. Тема қандай? Добавить дочерний категория, добавить подкатегория дейміз. Добавить под қазір. Добавить подкатегория.
осылай жазамыз примерно. Міне. Примерно жазып отырмын. Енді магазиніміздің атын жазамыз. Қай магазин сұрақ қойып жатыр? Осылай жаздық. Описанияға енді біздер пример сілтеме деп тұрды. Бірінші осыны қояйық. Пример сілтеме мысалға міне осыны қоямын. Пример сілтемені. Бұл жерде толық описание жазылған болу керек. Мысалға не туралы, олар бәрібір басқа жақтардан да іздеп көреді өзі. Пример ретінде көрсету үшін сілтеме қоямыз. Өзіміздің подкатегория бойынша мысалға осыны қойдым. Енді добавить новый категория дегенді басамыз. Өздері түсінеді бәрібір. Міне жазып қойыппыз ғой мына жерге добавить подкатегория. Енді мына жерге описанияға мына жерден көшіріп қоя саламыз мынаны. Фотофон. Міне осылай көшіріп қоя саламыз осы жерге дейін. Или мынаны қоямыз, тым ұзақ етпей. Мынаны алып тастаймыз. Осындай деп создать етеміз сұрақты. Міне болды, новый запрос кетті оларға. Біздерге қазір поштамызға мына жерге хабарлама келеді. Келіп түсті деп сұрағыңыз. Қазір күтіп тұрамыз. Мына жерге келу керек қазір. Достар. Жалпы сұрағымызға жауап келген уақытты өзі сообщение болып келеді біздерге поштамызға. Қостық немесе отказ деп. Мынау қазір новый вопрос болып тұрды. Олар қоспаймын десем, отказанна болып тұрады. Мына жерде қазір біздерде бар вопростар. Отказ болған вопростар. Міне мынандай болып тұрады статус. Отказанна болып. Мынау міне изменение жасадық деп қателескен кезде, бір нәрсені өзгерткен кезде, осы міне жасадық деп қояды осылай. Статусына қарап тұрасыздар, немесе сообщение болып келеді өзі. Достар, иә? Осымен осы сабағымды аяқтаймын, достар. Түсінікті болды деген үміттемін.